Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздерге бүгін өте керемет, дәмді, әрі жылдам дайындалатын сорпа дайындауды ұсынамын. Менімен бірге болып, видеомды соңына дейін қараңыздар. Алдымен өзімізге қажет заттарды дайындап аламыз. Енді сорпамызды дайындауға кірісеміз. Егер де сіздерде пияздарыңыз үлкен болса, оны екіге бөліп, жартысын блендердің көмегімен езіп аламыз. Яғни біз бұл пиязды фрикадельки жасау үшін дайындап жатырық. Енді біз сиыр етінен фарш дайындап алып, оған ұсақталған пиязымызды қосамыз. Содан соң бір жұмыртқа және де дәміне қарай тұз, қара бұрыш, сонымен қатар паприканы қосамыз. Енді осының барлығын жақсылап араластырамыз. Достар, сонымен қатар фаршымызға 1-2 чеснокты теркадан өткізіп салып жіберсеңіздер, дәмі өте керемет болып шығады. Достар, енді сорпамызды дайындауға кірісеміз. Ол үшін қалған жарты пиязымызды ұсақтап тураймыз. Содан соң бір орташа сәбізді алып, теркадан өткізіп аламыз. Енді бізге 4-5 орташа картоп қажет. Оны жуып тазалап, осылай орташа етіп тураймыз. Достар, енді сорпамыз өте дәмді әрі сәнді шығу үшін зелень қосуға болады. Достар, енді сорпамызды жасап бастаймыз. Ол үшін ыдысымызға май құйып, пияз бен сәбізімізді жақсылап екі жағы қызарғанша қуырып аламыз. Пияз бен сәбізді екі жағы қызарғанша 1-2 минуттай қуырып аламыз. Одан соң үстіне туралған картопымызды саламыз. Енді осыған картопымыз батып тұратындай үстінен су құйып, баяу отта 15 минутқа пісіріп аламыз. Біздің картопымыз жартылай піскенше фрикадельки жасап дайындап қоямыз. Міне осылай фаршымызды керегінше алып, алақанымызбен айналдыра отырып жасаймыз. Менде осындай мөлшерде фрикаделькилар дайын болды. Достар, енді ыдысымызға өзімізге қажет мөлшерде су құйып, бетін жауып қайнатып аламыз. Суымыз қайнаған соң фрикаделькиларды біртіндеп саламыз. Содан кейін бір тарелка осындай дайын лапша саламын. Міне барлығын салдық. Енді жақсылап араластырып, ең соңынан дәміне қарай тұз, бұрыш және де басқа дәмдеуіштерді қосуларыңызға болады. Достар, біз фрикаделькиларды салған соң, сорпаның бетіне көбік пайда болады. Оны міндетті түрде осылай алып тастаймыз. Достар, біз ең соңынан фрикадельки мен лапшамызды салған соң, біздің сорпамыз 15 минут қайнауы қажет. Және де ең соңынан зелень қосамыз. Міне достар, біз осындай аз уақыттың ішінде сорпа дайындадық. Сіздер де дәл осы рецептімен жасап көріңіздер, тез әрі оңай дайындалады. Видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.